5 октябрьде 2025 жылы менің балам жұмыс бабымен іссапарға кетеді. 149 приказ бойынша Самалкөлмен ащы суға командировкаға кетеді балам іссапарға. Балам жұмысқа кеткен соң маған 8 күні кешкі 6-да маған звондап Арзакулов Мұхаммед деген механигі звондады да айтты: балаңыз ауырып қалды, тұрмай жатыр, оянбай жатыр деді. Мен түсінбей қалдым, мен ойладым бірдеңке отравление алып, ессіз түссіз болып қалды ма, есінен таң қалды ма деп бар ойым солай болды да. Енді сол сөйтіп отқан кезде 6:30 кезінде ол кісі келді, Мұхаммед алып кетті машинаны. Мен сол жаққа баратырмын, сіз барасыз ба деді маған. Мен айттым: әрине барамын, не болып қалды мен балама дедім. Барамын, мен де алып кетіңіз деп қоса дедім. Ол келді да сағат 6:30-да мені алып кетті осы жақтан, үйден. Мен киініп алдым, сол кісімен машинасына отырып бардым. Орта жолда бізде главный инженермін де, П24-тен Абзал деген кісі. Главный инженермін деді. Соны сөйтіп отқан кезде, ол кісі где-то жүріп баратқан кезде бір 10 минуттан кейін ба, бір 20 минуттан кейін ба, телефон соқты, фельдшер звондады ол кісіге. Фельдшер звондады да айтты: мына баланың ата-анасы бар ма? Мына баланың аты жөні кім деді. ЖСН номері керек еді бізге деді. Сөйтіп отқан кезде мен қасында отырғам, естіп қалдым, маған берді трубкасын. Сосын мен өзімді таныстырдым да, сосын айттым: мен осылай анасымын, Әділеттің дедім. Соны сөйтіп отқан кезде фельдшер маған үндеген жоқ. Баланың аты жөнін, ЖСН-ін сұрап алды да, трубканы қоя салып, мен түсінбей қалдым. Сосын главный инженерге айттым: сіздер бірдеңке жасырып отырсыздар дедім. Мына кісі неге трубканы қоя салып үнсіз түнсіз дедім. Сонымен шыдай тұрыңыз, қазір тексеріп отқан шығар, бірдеңке не болған шығар деді да маған. Сөйтіп кетіп баратқан кезде где-то бір 10-15 минуттан кейін қайтадан фельдшер телефон шалды. Телефон звонған кезде уже мына кісі қатты громкий қойған ғой, осында отыр. Сосын ол кісіге: өкінішті жүрегі тоқтап қалған деді. Мен оны естіген беті өзім ада болдым, қалайша менің балам жұмысқа кетіп жүрегі тоқтап қалады деп. Сөйтіп отқан кезде жұмыс орнына барамыз. бір жарым сағаттай ма сонда жүріп бардық. Әрең бардым жылап еңіреп, түсінбеймін қалай неден болғанын. Содан жұмыс орнына бардық. Бір где-то 1 сағаттай күтуге мәжбүр болдық. Пока түскен бетте дала қап-қараңғы, степ, жапан дала. Сөйтсе перегонда екен ғой. Вагончик тұр, бала сол вагончиктің ішінде жатыр екен. Ол вагончикті жауып тастаған, мені кіргізбейді ішіне, полициясыз біз кіргізбейміз деп. Содан далада тұрдым, айналып, мынау не сұмдық, не деген сұмдық, күн суық, тас қараңғы. Сөйтіп отқан кезде полиция қызметкері келді. Содан мені сұрады, сол жерден ата-анасы кім мына баланың деді. Соны ол кіргізді ішіне. Полиция капитан полиция Сағынтаев Сұлтан деген кісі. Ол кісі ішіне кіргізді, ішіне баланы көрдік, жатқанын бәрі, ішінің бәрі быт-шыт лас, іші көріксіз бар ғой. Мен баламды өзім танимай қалдым, ісіп кеткен. Арқасының бәрі батып кеткен ғой. Олар аунатып тексерді ғой, баланың бәрін суретке түсіріп. Сөйтіп мен қарасам, баланың тілі кеуіп кеткен. Арқасының бәрі батып кеткен, білмеймін мына бала қаяқта жатқанын. Бүкіл андай трупный пятна дейді ғой, сондай кеткен ғой. Бет басының бәрі көгеріп неғып кеткен. Сөйтіп отқан кезде баланы аунатты да мен далаға шығып кеттім, шыдайын. Дәтім шыдамады ананы көруге ше. Еще жалғыз трусыйда, анау тақыр тапшаны ағаштың үстінде жатыр менің балам ше. Не матрас жоқ, не постельный принадлежность жоқ ше. Вообще қалай ол, мен айтам, жұмыс бабымен кеткен балам мынандай ат қораға келеді ше. Сөз айтуға да келмейді ше. Сөйтіп отқан кезде мен содан кейін олар шаруаларын бәрін бітіріп, фототаблица жасап, сурет түсіріп, үйтіп менің данныйларым сұрап, сосын айтты бізге: сіздер мына жерде кім бар, солардың бәрлерін бізге отделға жүріңдер деді. Мен артынан следом газельге баламды қара пакетке орап отты, газельге салыпты. Сонымен бәріміз кеттік отделға. Соны олар сол жерде моргтың маған несін берді,
кімге тапсырасыз? Мен айттым, мен қарындасына тапсырамын. Мен жалғыз қарындасы бар ғой, бұны мен кете берем, өйткені ана жақта ауылда халық көп отыр ғой деп. Достар сөйтіп отырған кезде отделға бардық, соны бізден бәрімізден не сұрады, қалай болды, не болды, кім айтты, кім не қылды деп. Содан сөйтіп бәрін не қылдық та үйге келдік. Мен үйге келіп, содан кейін мен ауылға кетіп қалдым, ұйықтамай. Сон қызым өзі алып келді мәйітті, достарымен қоса. Сонда мен просто бар ғой, КТЖ-ні кінәлап отқан. Ең құрмаса мәйітті жеткізуіне болатын еді ғой, бала жұмыс орнында өліп отыр. Ешқандай бір көмегіңді тигізген жоқ. Ең құрмаса сол КТЖ ПЧ-24 организациясынан біреу болса да келуіне болатын еді ғой, бір топырағын салуға ше, біреу де болған жоқ қой. Бәрі содан кейін мен барып жерлеп келгеннен кейін оларға барып айттым, қандай арсыздар сіздер дедім. Мен балам сіздер қолдарынан өліп отыр ғой. Ең құрмаса бір көмегін беріп болатын еді ғой дедім. Баламның мәйітін жеткізіп беруіне болатын еді ғой дедім. Сөйтіп жеткізген жоқ та ғой. Сол барып ұрысып едім, жетеға келді. И то оның 276 мың теңге өздері берген ақшасын, соны справка қылып маған берді ғой, біз материальный помощь көрсеттік деп. Сөйткен кезде ол жерден государственный инспектор акт расследования, олар расследование жасайды ғой. Сөйтсе менің баламды олар неучетный, непроизводственный қылып шығарды, өйткені дейді жұмыс уақытында емес, демалып жатқан уақытта дейді. Мен айттым, қалай ол? Ол жұмысқа іс-сапармен кеткеннен кейін ол жерде жұмыс беруші жауапты ғой. Ол жерде соны сөйтіп бала непроизводственный травма қылып сөйтіп бізге. Соны қолыма бердім акт расследования. Мен оны судебный медицинский экспертизаны 40 өткеннен кейін бірақ алдым, 40 күннен кейін. Маған капитан полиция звондады, келіп алып кетіңіз отделдан деп. Мен сол Ботараға бардым, жаңағы неге, полицияға. Банда капитан полициядан сұрады, мен балама не болды деп едім, ол кісі айтты, тәте деді, сіздің балаңыздың жүрегі тоқтамаған деді. Сіздің балаңыз тоқтан алған дейді. 3-ші санақтағы күйік алған. Мұрнынан қан аққан екен, мұрнын сүрткен фототаблицада бәрі көрініп тұр. Мынау екі тізенің артқы балтыры астыңғы жақ. Удар тупым предметом дейді. Онда тоже акт расследованияға тіркемеген, ол да жоқ. Содан кейін мен қазір олармен не қылып отырмын, госинспектор сотқа беріп. Но сонда да КТЖ мен госинспекция олар өз райынан қайтпай, мен баламды кінә тағып отыр. Өзі жұмыс уақытында демалып жатқан уақытта. Мен айтам, қалай ол демалып жатқан уақытта? Баламның киімі қайда? Неге оны бәрін актпен сіздер бермейсіздер бәрін десем, маған айтпайды соны. Үнсіз-түнсіз бәрін жол жауып отыр. Сосын мен айтым, жарайды, сіз акт расследования шығардыңыз. Енді источник қайда? Неден соққан? Ода еще электрометка бар екен, жаңа тоқ соққан, қолынан неден шыққан. Сонысы жоқ. До конца тергеу жасалмаған, сол бетімен қоя салған, бітті. Еще біз өзімізді кінәлайды, бала өз кінәлі, өзі не. Мен айтым, қалай сіздер өзі жоқ деп, көзі жоқ деп үйтіп не қыласыздар? Ол мені жалғыз асыраушым ғой, мен жолдасым 15 жыл болды қайтқанда. Осы жалғыз асыраушыма күн көріп отқан, мен өзім квартирада отырмын. Осыған сеніп отырдым мен, енді жүрмін әділдік іздеп шырылдап. Не балаң киімін сұрасам, не киімі білмейді өте. Не айтпайды, мен қаяқтың соң бәрін әділдік іздеп соған мен шырылдап жүргенім. Тұрдай жаланы жалғыз плавкимен бере салып, мен баламды бітті. Мен жоқ, киімі де жоқ, несі жоқ. Бұл туралы Қазақстан темір жол компаниясын сол уақытта басқарған Талғат Алдыбергеновтен сұрамақ болған едік. Қазанында сіздің бір қызметкеріңіз командировкада тоққа түсіп қайтыс болған. Сол жағдай бойынша сізден мүлдем анасы ренжіп отыр, бізге келіп тіпті кешірім де сұраған жоқ деп. Жауап бермейсіз ба? Алайда көп өтпей ол қызметінен айырылды. Ендігі жауапкершілік жаңа басшыда бола ма? Біз өз тарапымыздан полицияның да пікірін білдік.
2025 жылғы 8 қазанда Бұхар Жырау ауданы аумағында ащы су станциясынан 2 шақырым жерде Саумакөл станциясы бағытына қарай орналасқан дала алқабындағы ілесіп жүру вагонынан 22 жастағы ер адамның мәйіті табылды. Аталған дерек бойынша полиция органдары сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Тергеу барысында оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты әрі объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп, тиісті сот сараптамалары тағайындалды. Сараптама қорытындыларына сәйкес, азаматтың өлімі техникалық электр тоғының әсерінен туындап, электр жарақаты салдарынан болған шоктың нәтижесінде орын алғаны анықталды. Жүргізілген сотқа дейінгі тергеп тексеру нәтижелері мен сараптама қорытындылары негізінде аталған оқиғада қылмыстық құқық бұзушылық құрамының жоқ екені анықталды. Осыған байланысты 2025 жылғы 21 қарашада қылмыстық іс тоқтатылды. Қабылданған процестік шешім Бұхар Жырау ауданының прокуратурасымен келісілді. Тергеуге негіз болатын құжаттың бірі еңбек инспекциясының тексеріс қорытындысы еді. Олардың тұжырымы мынадай. Қызметкер Әділет Нұрмұхановтың қайтыс болу фактісі бойынша жазатайым оқиғаға тергеу жүргізілді. Жұмыс беруші ұсынған құжаттарды, тергеу материалдарын, сондай-ақ куәгерлер мен лауазымды тұлғалардан жауап алу хаттамаларын зерделеу нәтижелері бойынша комиссия бұл оқиғаның еңбек қызметімен байланысты емес деген қорытындыға келді. Сонымен қатар, марқұмның анасы комиссияның бұл шешімімен келіспей, сотқа жүгінді. Қазіргі таңда іс сот қарауында болғандықтан, оқиғаның мән-жайына түпкілікті құқықтық баға әлі берілген жоқ.